Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Қазақстанның Азербайжандағы елшілігінің көмегімен аса ауыр қылмыстар, оның ішінде адам өлтіру мен қарақшылық жасаған үшін іздеуде жүрген Қазақстан азаматын Азербайжан Республикасынан экстрадициялады. Өткен жылдың қазанында күдікті басқа адаммен топ болып, таныс кәсіпкерді кездесуге алдап шығарып, соның барысында оны есінен танғанға дейін ұрып соғып, жалпы құны 40 миллион теңгеге жуық мүлкін иемденіп, кейін Алматы қаласының сыртына алып шығып өлтірген. Күдіктілердің бірі ізін суытпай ұсталып, ал екіншісі жасырынып, оған халықаралық іздеу жарияланды. Ағымдағы жылдың қаңтарында ол Азербайжан аумағында ұсталып, Қазақстан бас прокуратурасының сұрауы бойынша отанына экстрадицияланды. Қазіргі уақытта ол тергеу изоляторына қамалды. Айыпталған қылмыстарды жасаған үшін мүлкі тәркіленіп 20 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру түріндегі жазалар көзделген.